Нұр-Сұлтан қаласында 51 мыңға жуық партия мүшесі бар, оны білесіздер. Соның ішіндегі ең белсенді деген міне праймериске өзінің кандидатурасын ұсынып қатысып отырған сіздерсіздер. 403 адам праймериске қатысуға ниет білдірді. Демек, бір орынға 18 адам. Ол бізді қуантар, яғни белсенділік бар, партияға деген сенім жоғары. Партияның бағдарламасын баршаңыз білесіздер. Партияның төрағасы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы бәріміздің алдымызға қойған міндет, ортақ партияластар үшін ең бастысы халықтың әл-ауқатын көтеру. Біз енді осы филиалдың төрағасы ретінде өз басым әріптестеріміз сол бағдарламаны біз орындауға бар күш-жігерімізді саламыз. Бағдарлама сіздерде бар. Бағдарламада негізгі, мысалы біз 7 басымдықты бөлдік. Ол 7 бағыт қала тұрғындарын, осы елорда тұрғындарын мазалайтын мәселелер. Ол қолжетімді баспана, тиісті жыл сайын мектептердің салынуы, 3 ауысымдық мектеп болмау, көп балалардың 3 ауысымға жеткізбеу, оқушылар көп шоғырланған жерде нормадан тыс болса сапа кетіп қалады. Сол сапаны қамтамасыз ету. Немесе мына қаланың шеткі аймақтарын дамыту, газдандыру, абаттандыру, біздің кәріз желілерін дамыту, жалпы инфрақұрылымды уақытылы дамыту. Үлкен қала болғаннан кейін мәселе де көп болады. Соның әрбір ауданда тұрғындардың өзіне тиісті, сол өзінің ауданына лайықты мәселесі бар. Соны енді біз осы биліктің партиясы болған кейін, халықтың партиясы болғаннан кейін, сол алғашқы уақытта ең алғашқы бұл біз соны қарауымыз қажет. Сондықтан осы праймеризде тағы айтатын, осы бүгін енді Есіл ауданының праймеризіне қатысып отырмыз, пікірсайысына 167 адам болса, бір қуантарлық жағдай, соның 43% жастар екен. Одан кейін ең белсенді кәсіпкерлер екен, үкіметтік емес ұйымдар екен. Енді басқа да бюджеттің қызметкерлері бар, басқа да біздің партия мүшелері бар. Қалай болғанда да мемлекеттік тіліміз қазіргі жағдайда мына мемлекеттік органдарда екінші деңгейде қолданылатын болса, жалпы бизнес саласында бұл тіл мүлде қолданылмайды деп айтуға болады. Сондықтан да біз қазіргі уақытта осы тіл мәселесін мына парламентке қоя отырып, мемлекеттік тіл туралы заңның қабылдануына күш салатын боламыз. Главное наше достоинство – это человек, его права и обязанности. Это миссия партии Нур-Отан в первом веке. Главное для нас – это социальная работа. И поэтому социальное обеспечение, поэтому первым пунктом у меня идет именно это. Социальное обеспечение у нас регламентируется 17 законами. Нам нужен единый кодекс страны. Второе – образование и здравоохранение. Они должны быть доступными, качественными и безопасными. Как это можно решить? Прежде всего, через социальную поддержку учителей и врачей, повышение заработной платы, обеспечение жильем, и необходимо поднять престиж этих профессий.